дене қызуы көтерілсе қалай түсірген жөн және үй жағдайында емделген дұрыс па? Дәрігер кеңесі. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Керек арнама тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Адамның ыстығы көтерілуі оның ағзадағы инфекциямен күресуінің белгісі. Кез келген жұқпалы ауру кезінде адамның дене қызуы жоғарылайды. Коронавируста вирустық инфекция болғаннан кейін оның басты симптомдарының бірі дене қызуының көтерілуі болып табылады. Бірақ бұл симптом байқалса, үрейге салынып, дәрі-дәрмек қабылдауға асығудың қажеті жоқ. Дене қызуы 38 градустан жоғары болмаса, дәрі ішіп дүрлікпеген дұрыс. Оның орнына көп мөлшерде сұйықтық, яғни су не шай ішіп көбірек ұйықтап демалған жөн. Ағзаның вируспен күресуі үшін артық күш жұмсамау керек. Ол үшін нәрлі тамақ жеген пайдалы. Бұл жағдайда адамның ары кетсе 5-6 күн ауырып, аяққа тұрып кетуіне мүмкіндік мол дейді Динагүл Баяшева. Инфекционист адамның ыстығы қайтпай 38-5 градустан асып 39-ға жетсе, буын-буындары сырқыраған жағдайда ғана парацетамол, ибупрофен секілді дене қызуын түсіретін дәрілерді қолдануға кеңес береді. Бірақ бұл дәрілердің тек дәрігер қабылдауында болып, соның рұқсатымен ғана ішкен жөн. Парацетамол дозасы 4 сағат сайын бір ғана таблетка 500 м. Бұл дәріні мөлшерден артық ішу бауыр жұмысына зиян. Парацетамолды ішкен соң су ішіп жатып демалу керек. Ақырындап ыстық түсіп, дене температурасы қалыпты деңгейге келе бастайды. Кішкентай балаға парацетамолды салмағының әр келісіне 10-15 миллиграмнан есептеп ішкізу керек. Бірақ қазір құрамында парацетамол бар дәрілер көп. Мысалы, тайлол, тирафлю секілді неше түрлі дәрінің құрамында парацетамол бар, сол есте болуы керек. Мөлшері көп болып кетсе, тағы да бауырға зиян. Аспиринді де 4 сағатта 500 м-ға артық ішуге болмайды, өйткені адамның қанына зиян келтіруі мүмкін дейді дәрігер. Тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер.